Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Тасқала ауданының түлегі жас болса да таз ұстап ат мінген сері жігіт Абзал Татмаков. Қазақылықты бойына жиған Абзал көп жылдардан бері таз ұстаумен айналысады. Тазы ұстаудың аса қатты қиындығы жоқ. Қиындығы тек банағы күшік күнде бір 7-8 айлық кезінде өзіне сенімді болып бастап жатқан кезінде бір өзінің несі бар. Банағы үй жануарларына шауып кетуі қаупі бар сондай. Сол кезде банағы тауық болып кетуі мүмкін, қойға шауып кетуі мүмкін, көбіне кездесетін қазіргі нелер мысалы жағдайлар деп айтуға болады. Сол кезінде сол 7-8 айлық кездерінде бір жақсы қарап жүрсең, банағыдай қасыңға ілестіріп, қойды көрсетіп, үйде тауықтың қасына жіберіп, бос жіберіп, өзін қадағалап, сол кезде басқалай қиындықтар жоқ, соларға үйреніп кетсе. Көбіне бұлар енді аңшылыққа арналған ит болғандықтан бұларға енді қашса қуғанда жақсы көреді, жағына рақаттанады. Қашқан нәрсеге жеткенде тәуір көреді бұлар. Сондықтан банағы тауық қашады, қой қашады, соларды қуып көбіне сол кезден жақсы өтіп кетсе, бұлай енді адамға шабу деген, бір үру деген ондай қасиеттер жоқ қой тазыда. Қазақтың салты мен санасын, әдеті мен ғұрпын бойына сіңірген кейіпкеріміздің талай додаларда жүлде алған мынау атақты тазысы Тұрымтай. Топқа салса суырылып алға шығатын Тұрымтай тазылар жарысында тай ұтып алған. Қазақ тазылары бұл енді шашақ қуақты болып келеді, денесі тықырлау болып келеді. Басты ерекшелігі сол басқа тұқымдар, мысалы ағылшынның грейхаунд тұқымынан, орыстардың барзой тұқымынан ерекшелігі осы шашақ құлағындағы жалпы дене бітімі тықырлау болып келеді. Сосын ең бір жақсы ерекше қасиеті мұның басқа тұқым аңшылық иттерден өзгешелігі иіс сезеді. Былайша айтқанда, қазақша айтқанда әмбебап қой, универсальный дейміз ғой. Өздері иіспен аңды тұрғызып алып, өздері қуып, жетіп, сондай бір жақсы қасиеттер бар енді. Басқа тұқымдас иттерден ерекшелігі. Енді банағыдай жарыстар, үлкен додалар кезінде кәдімгідей ат баптаған сияқты кешкі салқынмен жүгіртеміз, таңғы салқынмен жүгіртеміз, аңға саламыз, бана алу екендігін бәрін жетілдіріп алған дұрыс қой енді. Ат жақсысы бозы, ит жақсысы тазы деген атам қазақ тазыны ер жігіттің 3 жолдасының бірі. Жүйрік ат, құмай тазы, құран бүркіт деген екен. Абзал да таз өсіруді жаны қалап, жарыстарға қатысып тұрады. Әкесі де, шешесі де өзім тазыларым. Әкесі Көкқасқа, шешесі Құндыз деген қаншық Ақтөбеден. Осы Рауан Таначанұлы деген дос жігіт кезінде беріп еді. Содан өзіміз осы жүйрікті қосып өзімізше шығардық. Содан шыққан тұқым бұл. Жақсы жетістіктерге жетіп отыр, Аллаға шүкір. Былтыр Ақтөбеде болған үлкен додада Қазақстан түкпір-түкпірінен келген қалалар бар. Бана Ақтаудан келді, Атыраудан келді, Астанадан келді, Оралдан бардық біздер. Ақтөбенің өзінің аудандарынан келді. 66 жалпы тазы қатысты. Сол жарыста топ жарды осы. Тай ұтып, сөйтіп үлкен жеңіспен келгеніміз бар. Енді жақсы дамып келатыр деп айтуға болады. Өйткені былтырғы жылдан бастап тазыға кәдімгідей көңіл бөлініп, ұлттық спортқа енгізді, бір қуанышты жаңалық. Ендігі жерде қазір кез келген жерде мысалы бәйге болып жатса, бәйгенің артынан шама келгенше механикалық баянға жүгіртіп, сондай жарыстар өткізілуде. Енді Алла қаласа осы күзде үлкен додалар бар. Ақтөбе шақырып жатыр, Қарағанды облысы шақырып жатыр, Астана шақырып жатыр. Енді бабы келіп тұрса, барамыз деп ойлап отырмыз. Өздеріңіз көріп отқандай қазақ тазылары аласа бойлы, жүйріктеу, иесіне сенгіш, ақылдырақ келеді. Бұлар қуса жетеді, қашса құтылады. Тұрымтай деген атақты тазы осы. Тазыны алғаш зерттегендердің мәліметіне сүйенсек, жақсы тазының құны аттың құнынан да кем түспеген. Таза қанды тазылар Бөкей ордасында да өсірілген, және құны өте қымбат болған. Тіпті аң алатын иттің қарапайым күшігін бір құлынды биеге сатып алған жағдайлар кездескен. Жалпы заманында бір ауылды ашаршылықтан құтқарған таз екенін ел жұрт ұмытпаған болар.